Биыл жастар жылы аясында спорттың 9 түрінен ауыл жастарының арасында спартакиада бастадық бүгін. Бұл спартакиаданың негізгі мақсаты ауыл спортын көтеру. Білесіздер, мықты спортсмен бар ауылдан шығады. Осы Олимпиаданың, әлемнің, Азияның чемпиондарының 99% ауыл жастары. Сол ауыл жастарының табу үшін осы үлкен жарыстарды өткізіп жатырмыз. Және де қазір бізде 49 спорт мектебі бар ауыл жерлерде, аудан орталық. Сол арасында да біз осындай спартакиада өткіземіз бөлек. Спорт мектептер арасында. Және де осы соның қорытындысымен қыркүйек айында мынау ауданның спортының қай деңгейде екенін, ауылдағы спорт мектептерінің қай деңгейде екенін біз сол жерде қорытындысын шығаратын боламыз. Және де ол бірінші, екінші, үшінші орын алған ауданда және де спорт мектептерін өзінің ауыспалы кубокпен марапаттаймыз.